Мә, не болып кетті? Мынау кім? Мә, мен бомж болып қалдым ба не? Мә, мен бай едім ғой. Мен бай едім ғой мен. Мына қаланың, мына ауылдың әкімі болдым ғой, мен қалай бомж болып қалдым? Достар, мен қалай бомж болғанын білмеймін енді. Қазір кездесеміз. Мә, маған не болған кәдімгідей? Мен осы ауылдың әкімі болған, достар. Мә, түрім немене? Мынау не түрден түр қалмапты, достар. Достар, мына жақта бір бомж бар сияқты. Достар, мүмкін сұрап көреміз, да? Достар, заттар бар екен. Не балдай? Вася! Келші бар, сен мені қуып жібергенсің. Вася, кешір мен сені онда көне алады деп ойламаппын. Сен ауылдың әкімі едің ғой, қалай болып қалдың? Мен ауылдың әкімі болдым, бірақ білмеймін, мені біреу ұрып кетті ма, бомж болып қалдым. Вася, сен бомж едің ғой, әлі бомжсың ба? Мен әлі бомжмын. Сен мені қуып жібергенсің, сен неме тұрмайсың. Вася, одан кейін өзім бомж мықты болғанда мен саған көмектесетін болам. Міне жігіттік сөзім. Сен түріне не болған? Түрің әдемі еді ғой. Жай просто жаман болып қалды. Вася, сен үйінде қонуға бола ма? Мынау сенің шатырың ба? Менің шатырым. Сен шатырыңда қонуға бола ма? Болады. Ана төсекке жат. Мына ма? Неме, Вася? Тиіспе, ол менің құралдарым. Ну, жарайды. Ал мынау. Немене? Вася? Это что такое? Достар, мынау немене? Қызық нәрсе екен. Ал мынау. Болды да. Вася, жарайды, таңертеңгі кездесем. Енді ұйықтап алайық кішкене. Вася, енді мен басқа жаққа баратын шығармын. Жоқ, қала бер. Екеуміз бірге тұрамыз. Жарайды, Вася. Вася, мен онда саған ақша бәрін әкеп берем. Мен қазір бутылка өткізіп келейін, ма? Вася, бутылка өткізетін жер бар ма? Бар, мен өткіздім. Вася, қалдырдың ба бізге? Қалдырдым. Беті қолын жуып ал. Дедім. Жарайды, Вася, давай. Мә, достар, мен Васямды әкім болғанда қуып жібергенмін, осы жерге тұрасың деп. Өкініп тұрмын да, енді ол маған көмектесіп жатыр, достар. Мен енді үлкен бір бай болсам, бір басқа қалаға көшіп, Васяны бірге алып кетшедім. Өйткені Вася менің жақын досым болып кетті. Сол көрдіңіздер ме, жаңа Вася маған көмектесті, өйткені. Опа. Мен сырны саябақ па? Васяны саябаққа апарып қойған мен. Өкініп тұрмын да. Мә. Ой, тоқта. Мә. Ешкім жоқ па? Достар, қараңыздар. Мә, мұн жерге тұрып бағалауға бола ма не? Мә, қызық қой. Мұнда кім жүр? Ойбай, қаштым, достар, қаштым. Күзетші келе жатыр, қаштым. Достар, өткізетін жер қайда? Мен дым көріп тұрған жоқпын. Достар, біліп қойды менің жүргенімді. Так, онда болмын жақтарда болу керек. Өйткені маған Вася айтты ғой, жақтарда бар деп.
Вася точно айтты ма? Білмеймін достар. Міне. Сәлеметсіздер, бұл бутылка көтеретіндер ма? Я. Мен 43 бутылка әкелдім. Неше теңге болады? Қазір тоқта. Тура 43 теңге ал. Жарайды. Ақша жоқ қой. Қазір алып келейін. Вася деппін ғой. Болдыңыз ба? Я, болдым, ала бер. Міне. Так. Оп. Міне алдым, саламыз. Достар, күшті болды. Достар, тез Васяға бару керек. Ойбай, Вася! Күйдім, Вася! Не болды? Вася, мен күйдім. Қалай күйіп жүрсің? Ана жерде лава тұр ғой. Байқа. Айтпақшы, мына саған. Керек па? Жоқ, сосын өзімізге жаратамыз, үй аламыз бірге. Бірге ма? Жарайды. Вася, неге сен шықпайсың? Айта алмаймын. Вася, айтшы, досым болсын. Жарайды, айтайын. Сен мені қуып жергенде, мен баратқанда аяғыма найзағай соғып, мен жүре алмай қалдым. Қазір мен осы жерде отыра берем, тамағым таусылды. Сен тура келдің маған. Вася, мен сені текке қуыппын. Сенің аяғына найзағай түсті ма не? Достар, бәсе неге Вася маған көмектеспейді десем, оның аяғы ауырады екен да. Жарайды, Вася, мен сені асырайым, өзім үй табам. Сен мынаны біз сақтап қой неге? Мен ақша жинай берем, ема? Мен кім ұрып кетті? Не істедіңдер маған? Бермай. Вася, аналар мені ұрып қашып бара жатыр. Достар, жаңа бір дауыстар естідім, маған бір нәрсе айтты. Сен не үшін біздің қаламызға келдің деп бір нәрсе айтты, короче. Достар, аяғым бытшын жарды. Мынау немене? Аяғым. Вася, мен ана жақта ұрып кетті. Аяғым сындырып алдым, Вася. Екеуміз де енді қалай жүреміз? Вася, қорықпа. Вася, не істейміз? Сенде березі бар ма? Бар менде. Мынандай бола ма? Болады. Аяғыма жақ. Вася, жағып берші. Жарайды, қазір жағам. Вася, жағып болдың ба? Я. Вася, аяғым жазылды кішкене. Вася, не істеймін? Вася, жұмыс қарастыра берейін ба? Я. Достар, Вася, бір душ па бір нәрсе бар ма? Мен үстім сағасып жатыр. Şimdi душ болып еді ғой. Вася, мен ағаштың үстіне кеттім. Түс айтса тағы аяғын сындырып аласың. Вася, қорықпа, мен паркур болғам. Вася, құладым. Мен саған не дедім? Жарайды, Вася, қой. Қатты ауырған жоқ. Опа. Мен паркур мастерім, Вася. Опа. Міне көрдің ба, Вася? Мен сен сияқты жүре алам. Опа. Не отпускай. Айбай. Қаштым. Вася, жарайды, мен кеттім. Жұмыс қарастыра берем. Опа, камастан.
Екінші, сізде жұмыс жоқ па маған? Жоқ. Не болды соншама айқайлап? Советте, сізде маған жұмыс жоқ па? Кете бер, сасымай. Кім маған жұмыс тауып бере алады? Сіз маған жұмыс тауып бере аласыз ба? Ей, көтеріңізші. Тауып бере аласыз ба? Жұмыс тауып бере аласыз ба? Ешкім маған көмектескісі келмейді. Сіз маған жұмыс тауып бере аласыз ба? Я. Точно ма? Тоқтаңызшы. Сіз маған тауып берсеңіз, маған не керек, короче? Бір жұмыс керек. Любой жұмыс істей берем. Точно ма? Я, бүкілін істейм. Онда сен... Менде бір жұмыс бар, соларды істейсің. Ол қандай жұмыс? Мен саған железа, алмаз барлығын қазасың. Сосын бір күнде 10 күннің ішінде сен бір 64 алмаз аласың. Жарайды, онда мен ертеңнен бастап келе берем. Сау болыңыз. Достар, мен жұмыс тауып алдым, короче. Ол адамды ертең табу керек болады қайтадан. Өйткені ол кісі маған жұмыс тауып берейін деп жатыр. Пока ма? Немене? Так, Васяға барамыз. Вася, мен жұмыс тауып алдым. Қандай? Короче, мен железі, көмір барлығын қазам, сосын маған 10 күнде 64 алмаз береді. Жақсы ғой. Жарайды, Вася. Достар, енді сіздермен болған мен блогермін. Және осы видео ұнаса, әрине лайк басып кетейік. Сау саламатта болыңыздар.